Мен Әлменов Аман, осы ауылдың тумасы. Өрнек ауылында туып өскенмін жерден. Осы жерден әскерге аттандық. Одан кейін әскерден келгеннен кейін жұмыссыздық болды ғой. 99 жылы әскерден келдім, 2000 жылдар. Жұмыс жоқ, елде жұмыс жоқ. Содан мәжбүрлік болды енді қалаға кетуге. Содан қалаға жұмыс іздеп қалаға бардық. Онда да қай бір жұмыс істейсіз? Сол бір станция техобслуживание деген жерге барып, сол жерде есік алдын сыпырам деп дворник болып жұмысқа кірдім. 20 жылдай міне техника жөндеп сол СТО-м болды. СТО аштым, өзім жеке кәсібімді бастадым Бескөл ауылында. Өзіме жеке гаражым салып. Сөйтіп жүргенде сол бір идея болған. Елдіге келіп бір осындай табиғатымызды көрсетіп, осы табиғатты бір нәрсе істесе ғой деп армандайтын. Содан 18 жыл бизнес бастауға барғанда бизнес тренерлер, солар уже үйрете бастады, солармен сөйлесіп отырып, бизнес ойларыңды айтасың, ашылып ойларыңды айтасың. Сол кезде ол кісілерге айтып көрдім, сондай өрнегімнің жері, табиғаты тамаша. Сол жерге осындай этноауыл, өзіміздің қазағымыздың салт дәстүрін дамытып, әрі демалыс орны, елге де демалыс болсын деп. Сонда ойды қалай қарайсыздар, соны істеуге бола ма деп. Сол жерден енді қанаттана бастадық ақырын-ақырын. Өткен жылы ауыл әкіміне келдім, ең бірінші Мереке Жаманшалышқа келіп, идеямды айттым сондай. Ол кісі айтты, енді район әкімімен сөйлесіп, негізгі ойың жаман емес, құптаймыз. Соны тағы бір район әкіміне барып көрсек қалай болады деген сияқты. Содан Алтынбек Тағайбеков деген кісі район әкімі болып тұрды ол кезде. Содан түсіндіріп егжей-тегжейін бәрін сол жерде жиналыста айтып түсіндіріп бердім. Ол кісі құптап, бірден құптады. Содан жер алдым осы жерден 8 гектар, 0,8 гектар ғой енді. 0,8 гектар жер алдым. Алматыға бардым. Алматыға барып өзіме 2 киіз жер келдім. Ағаш киізлерін сатып алдым. Оның ішіндегі жабдығын, нелерін сатып алдым, ыдыс аяғын сатып алдым. Солармен алып осы Өрнек ауылына қайтып келдім. Елдің кісілері тартыла бастады ең бірінші. Ауылдың адамдары қолпаштай бастады бәрі жан-жақтан. Бұл жерге келгенде енді менің мақсатым осы жерге келіп киіз үйлерді қойдым. Адамдар келгенде тек қана бұл жерге как музей ретінде келіп кетпей, суға түсіп, жақын жерде есіліміз бар, мына жерде тақалып тұр. Киіз үйге кіріп шықпай, соның ішінде жатып демалатындай қылып жағдай жасадым. Соның ішіне ыдыс аяғын, суына дейін, ыстық суын бәрін дайындап қоямын. Самауыр, шайнек, құман, қазан бәрін дайындап қойдым. Ыдыс аяқтың барлығын ұстап. Ан жақтан келген кісілер тамақтарын өздерімен әкеледі да, осы жерде тамақтарын дайындап, шашлығын істеп, осы жерде отырып, жатып, демалатындай қылып. Әрі Есіл өзеніміз өзі балыққа бай ғой. Бұл жерде балық аулауға негізі жақсы жерлер көп. Көп кісілер осы жерге балық аулауға, демалуға келеді. Және де біздің ауылымыз көнеден келе жатқан ауыл ғой. Бұл жерде кезінде Абылай ханның тұсында, осы жерде Жанатай батыр деген кісі батырымыз жатыр, атамыз. Сол кісінің жатқан жері осы жерде алыс емес. Және де соған ел азаматтары, ауыл азаматтары атсалысып, ескерткіш қойып жатырмыз. Әрі осы жерде ол кісінің мазары бар. Осы өрнегіміз енді болашақта Қазақстанның киелі жерлерінің қатарына қосылады деген ойдамыз. Қазіргі таңда енді өзімнің қарамағыма ауылдың жігіттерінен 2 жігітті спасатель ретінде алғам. Құтқарушы ретінде, өйткені Есіл жақындық болғаннан кейін ол жерде балаларды біреу қарау керек, үлкен кісілердің көзінде қарау керек қой. Өйткені Есіл бет түсу оңай дүние емес. Сосын тағы бір кісіні жұмыспен қамту орталығының бір арнайы бағдарламасы бойынша жұмысқа алдым. Администратор ретінде, өзім көмекші ретінде, өйткені ол кісі үлкен кісі. Жалпы негізгі 3 адам жанымда, қарамағымда істеп жатыр. Енді болашақта ойым жерлерге егер көбейіп жатсақ, жоғарылап жатсақ, тағы дамып жатсақ, дамимыз ғой енді аманшылық болса бұйырса. Құдай беріп аларса келесі жылдарға қарай тағы да киіз үйлер әкелем бе деген ойым бар. Бір 10 киіз үйге жеткізсем бе деген ойым бар енді болашақта. Келесі жылға қарай аспазшылар дайындап қойсам ба деймін, даяршылар. Келе жатқан адамдар, мысалы осы жерге келе жатқанда заказ беріп қойса, например, аспазшылар дайындап қояды, бастапқы тамағын или түгел сол жердегі тамағын дайындап қойса, шашлығын бәрін пісіріп дайындап қойса, ол жаман емес қой, жақсы бәрі. Болашақта өзімнің ойым енді қысқы демалыс орнын ашсам ба деп тағы ойлаймын. Жаңа нелер шығып жатыр, неше түрлі үйлері бар ғой жылы. Соларды осы Есілдің жағасына қойып қысқы балық аулауды қолға алсам ба деп ойлаймын. Таза ауада демалып, міне осы жерге келіп, қаладан алыстау, шалғай жерге келіп,
демалуға не жетсін.